Алланың өзі де рас, сөзі де рас. Рас сөз еш уақытта жалған болмас. Көп кітап келді Алладан, оның төрті Алланы танытуға сөз айырмас. Әмәнті оқымаған кісі бар ма, вәктүбихи дегенмен ісі бар ма? Алла өзгермес, адамзат күнде өзгерер, жарлық берді ол сіздерге сөзді қарға. Замана шаруа мінез күнде өзгерді, оларға кез-кезімен нәби келді. Қағида шариғаты өзгерсе де, тахриф Алла еш жерде өзгермеді. Күллі мақылық өзгерер, Алла өзгермес. Ахлы кітап бұл сөзді бекер демес. Адам нәпсі өзімшіл мінезбінен, бос сөзбінен қастаспай түзу келмес. Махаббатпен жаратқан адамзатты, сенде сүй ол Алланы жанынан тәтті. Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп, және хақ жолы осы деп әділ етті. Осы сүю болады иманы гүл, иманның асыл үш деп сен тақиқ біл. Ойландағы үшеуін таратып бақ, басты байлар жолына малың түгіл. Дінде осы, шын ойласаң тағатта осы. Екі дүние бұл тасти хақтың досы. Осыларды бұзатын және жүз бар, пайда мақтан әуес қой, онан шоша. Руза намаз, зекет хаж талассыз іс. Жақсы болсаң, жақсы тұт бәрін тегіз. Бастап құшын бекітпей соңғы төртті, қылған менен татымды бермешеміз. Баш жоғары жаралған, мойын төмен, қарашы дене біткен ретіменен, істің басы ретін танымақтық, иман білмес тағатты қабыл демен. Имамдар ғибадаттан сөз қозаған, хуснизанмен иманды білді ойлаған. Иманның тазалығын жақсықтырмай, сыртын қанша жусада іш оңбаған. Алла мінсіз әуелден пайғамбар хақ, мүмин болсаң үйреніп сен де ұстаппақ. Құран рас, Алланың сөзі дұрол, тәуелін білерлік ғылымның шақ. Алланың пайғамбардың жолындамыз, ынтамызды бұзбастық иманымыз. Пайда мақтан әуес қой шайтан ісі, кінә біздің нәпсіні тиғанымыз.